Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді донер жасайтын боламыз. Ең алдымен тауықтың төс етін осылай ұзынша етіп турап аламыз. Үстіне тұз және түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен қызыл бұрыш және тауықтың төс етіне арналған дәмдеуіш қостым. Кішкене ғана сұйық май қосып жақсылап араластырып шамамен 30-40 минутқа қалдырамыз. Тұзы сіңіп, дәмі әдемі болып шығуы үшін. Сыртын тазалап, картоптарымызды да осылай ұзынша етіп тураймыз. Үстіне шамалы тұз қосып, салқын суға салып, оны да шамамен жарты сағатқа қойып қоямыз. Содан соң картоптарымызды осылай жақсылап құрғатамыз. Табамызға аз ғана мөлшерде сұйық май құйып, тауықтың төс еттерін жақсылап екі жағында қызарғанша қуыратын боламыз. Осылай қып-қызыл болып қуырылуы қажет. Шамамен 10-15 минутта қуырамыз. Содан кейін картоптарымызды да қызып тұрған майға салып, әдемілеп қуырып алатын боламыз. Піскен тауықтың төс еттерін ұсақтап осылай тураймыз. Дайын лавашымызға майонез кетчупымызды жағып, донерімізді жинастырамыз. Мен лавашты өзім жасағанмын. Сіздер дүкеннен сатып алсаңыздар да болады. Немесе мен сияқты үйде жасап көріңіздер. Лаваштың рецептісін видеомның соңына описаниеге ссылкасын қалдырамын. Кіріп көрсеңіздер болады. Донеріміздің ішіне қалауыңызша көкөністер қоссаңыздар болады. Мен қызанақ, қияр, тауық, фри және кішкене укроп қостым. Егерде үйлеріңізде грильница болмаса, мен сияқты табаңызды қыздырып, донерімізді салып, бетін осылай басып тұрып, екі жағын да қызарғанша ұстаймыз. Ал мінекей, біздің донерімізде дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егерде видео ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен Назерке.